Баршаларыңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен бір күндік өмірім қалай өтетіні жайлы баяндап бергім келіп отыр. Ал бисмилля деп бүгінгі күніміз бастайық. Мен жұмысқа міндетті түрде үйден тамақ алып кетемін, өйткені бұлай үнемді әрі дәмді болады. Баршаларыңыз білетіндей, менің балам бар. Ол бала азанда менімен бірге тұрады, оған сүт дайындаймын. Жолдасыма және де өзіме таңғы ас дайындаймын. Осы жылы Аллаға шүкір мақсаттар қойған едім. Право аламын деп право алдым. Ол туралы да видео түсірдім, көрсеңіздер болады менің каналымнан. Және жұмыста лауазымым көтерілді, Аллаға шүкір. 4 ай бойы тесттерге дайындалып, экзаменге дайындалып өттім. Бүкіл экзамен мен тесттерден жақсы нәтиже шықты. Жұмыс орнына жеттік, киінеміз бірінші кезекте, себебі біздің жұмыс орнымыз өндірістік қауіпті аймақ болып табылады. Одан бөлек біз тағы да документтермен жұмыс жасаймыз. Азанда бірінші кезекте документтердің жұмысын барлығын жақсылап бітіріп болғаннан соң мен цехтарға апотқа шығамын. Өзіммен бірге суды да ала кетемін, себебі су ішкен ағзаға өте пайдалы. Мен қазір әдетке қосқым келіп отыр, күніне 1,5-2 литр су ішуді. Бала кезімнен армандайтын тұғым өндірістік салада. Өзімнің оқыған мамандығым бойынша жұмыс жасасам екен деген сияқты. Аллаға шүкір, ол арманымда орындалды. Өндірістік салада басқарушы қызметті атқару, ол мен ойыма да кірген жоқ, бірақ Алланың қалауымен осы лауазымға жетіп отырмын, шүкір. Бірінші жұмыс уақыты аяқталғаннан соң бізде обеденный перерыв деген болады. Обедте біз перерывқа шығамыз. Сол уақытта пайдалана отырып мен намаздарымды оқи аламын. Одан соң жұмысқа қайтадан кірісеміз. Бұл жолы менде қалада қызметтік бағытта жұмыс шығып тұрған екен. Қалаға барып кітабымды жұмыстарымды бітіріп қайттым. Мінекей осылайша мен жұмыс күнім белсенді өтеді. Үйге келсем, мені балапаным күтіп отыр екен. Өзім балапанымды қатты сағынып қалдым. Кешкісін балапан екеуміз осылай прогулкаға серуендеуге шығамыз. Балапаным менің белсенділігімді қолдайды. Сол себепті күніге кешкісін біз балам екеуміз серуендеуге шығамыз. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі видеода аман есен жолыққанша сау болыңыздар.